Әнші Мадина Садуақасова желіде демалысынан сурет жариялап, өзінің макияжсыз түрін көрсетті. Желі қолданушылары өнер иесінің табиғи сұлулығына тәнті болып, оған жылы лебіздерін білдірген. Мадина Садуақасова бүгінде отбасымен Біріккен Араб Әмірліктерінде демалып жатыр. Эстрада жұлдызы сансыз гастрольдік сапарлардан кейін жанұясымен уақыт өткізуді жөн көрген. Бұл саяхаты кезінде әнші Абу-Даби қаласының әсем жерлерін ғана емес, өзінің табиғи сұлулығын да паш еткен. Ол Instagram парақшасында бояусыз түскен суретін жариялап, елдің ыстық ықыласына ие болды. Тек татуаж қотып тұр, бәрі өзімдікі деп жазайын десем, деді әртіс. Желі қолданушылары өнер иесіне макияжсыз жүрген әлдеқайда жарасатынын жазды. Әншілердің ішінде осы Мадина ғана шынайы сұлу, қалғандары бояумен сұлу болып тұр. Жас бойжеткен дейсіз. Макияжсыз өте жас көрінеді екенсіз. Бояу екен ғой бәрін құртып тұрған. Табиғи сұлулыққа не жетсін? Өз жасыңыздан да жас көрінесіз, деп жазуда оқырмандар.